Саламатсыздар ма, құрметті қыз-келіншектер? Мен сіздерге бүгін булочка пісіріп көрсетсем ба деп жатырмын. Ол үшін бізге 1 кесе сүт, жарты кесе су, сосын чай қасықпен 1 чай қасық тұз, сосын 1 ас қасық, 1 чайная ложка кіші қасықпен дрожж, сосын 1 разрахитель менен ішінен алынған 1 чай қасықпен толтырмай 2 қасық салсаңыздар болады. 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқаның біреуінің сарысын осылай алып қалыңыздар да. Булочканың бетіне жұққанға керек болады. Енді осыған шекерімізді саламыз. Ас қасықпен осылай толтырып 3 қасық, 2 қасық салсаңыздар болады. Мен 3 қасық салдым. Жақсылап араластырыңыздар. Сұйық майдан да 3 қасық құйдым. Енді ұнымызды салып қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз жұмсақ болсын, қатты болып қалмасын. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мені енді осыған ас қасықты жарты қып уксус, сосын сармайымызды осылай қамырдың бетіне жағып, сонымен қолымызбен жақсылап илейміз. Қолдарыңызға жабысып жатса, ештеңе қылмайды. Осылай жұмсақ қып қамыр илейсіздер. Бетін жауып қойыңыздар. Ашығаннан кейін, міне менікі ашыды. Ашығаннан кейін осылай ыдысынан бері түсіріп, өздеріңіздің қалаған формаларыңызға салуға болады. Мен енді көптеу қып істедім. Енді сіздер азырақ қып істейтін болсаңыздар, құрамын сәл азайтасыздар. Мен 1 суаласын осылай ұзын қып алдым да, кішілеу қып осылай кесіп алдым. Сіздерге ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай дөңгелетсеңіздер, әдемі болып, топ-томалақ болып шыға келеді. Осыны табаларыңызға үстіп саласыздар. Тағы біреуін көрсетейін. Осы үлкендеу болып кетті, азырағын кесіп алдым. Тура жаңағыдай істеп сала бересіздер. Табаға бір-біріне жақындатпай салыңыздар. Себебі бетін жауып қоямыз. Жақсылап көтеріледі. Көтерілгеннен кейін әсел пешке салып пісіріп алдым. Енді сіздердің пештеріңіз қандай екенін білмеймін. Екінші табама екінші түрін көрсетейін. Осылай кішілеу қып алдын ала кесіп дайындап алыңыздар. Осылай кішілеу оқтаумен жайсаңыздар да болады. Мен осылай қолмен жасадым. Өсіме осылай ыңғайлы. Осылай 4-еуін, 5-еуін осылай қатар қып бірінің үстіне бірін мінгестіріп қойыңыздар. Сосын осылай ортасын бөлеміз. Бөлгеннен кейін бір жақ шетін осылай ораймыз. Бір-біріне жалғанған жерлерін осылай шымшып кетіңіздер. Ашылып кетпеу үшін. Ашаған қамыр бұл ештеңе қылмайды. Міне осылай әдемі роза болып шығады. Мен екінші табамды осылай роза қып пісірдім. Екіншісін көрсетейін. Осылай жақсылап орайсыздар, жалғанған жерін шымшып кетесіздер. Сосын әдемі қып розаның қалпына келтіресіздер. Мына қалғандарында тура осылай жасап шығасыздар. Өте оңай. Әдемі болып көтеріледі, күшті болып піседі. Міне мен бірінші табам осылай әдемі болып көтерілді. Жаңағы жұмыртқамның сарысына азырақ сүт құйдым. Енді осыны беттеріне осылай жақып шығамыз. Бетіне өздеріңіздің қалауларыңызша осылай макпен күнжіттімен араластырдым. Үстіп бетіне сеуіп шықсаңыздар әдемі болады. Сеуіп болғаннан кейін қызып тұрған табаға пісіріп алсаңыздар болды. Екіншісі міне менің роза булочкаларым. Осылай оларға да осылай жағып шықтым да күнжітпен макты септім.
Міне өте керемет воздушный болып әдемі болып пісті. Міне қараңыздар, шыпассаңыздар қайтып орнына қалпына келеді. Міне арасы да шек емес, әдемі көпсіп әдемі болып піскен. Екінші табамды осылай әдемі қылып пісіріп алдым. Ұнаса лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.